Тіршілік бар жерде экожүйе де бар. Экожүйе дегеніміз қоршаған ортасымен өзара әрекеттесетін тірі ағзалар бірлестігі. Экожүйелердің көлемдері әртүрлі, кішкентай тоғаннан үлкен орманға дейін. Әлемді кең масштабта өсімдіктер мен климат арқылы сипатталатын ірі экожүйелер биомдарға бөліп қарастыруға болады. Негізгі биомдарға ылғалды тропикалық ормандар, саванна, шөл, тундра, жапырақты ормандар, қылқан жапырақты ормандар жатады. Әрбір биомда тіршілік ететін түрлердің сан түрлі болуы биоалуандылық деп аталады. Барлық экожүйелердің ортақ ерекшелігі тірі ағзалар түгелдей қоршаған ортамен өзара тәуелділікте болады. Абиотикалық факторлар деп экожүйенің жансыз компоненттерін, мысалы климат және топырақты айтамыз. Биотикалық факторлар деп керісінше жанды компоненттерді атаймыз, және олар экожүйедегі барлық тірі ағзаларды қамтиды. Экожүйенің абиотикалық және биотикалық факторлары өзара тұрақты әрекеттеседі. Жауын-шашын өсімдік жамылғысының өсуіне ықпал етеді. Өсімдіктер күн сәулесін жұтады және жауын-шашынға әсер ете алады. Шөп қоректілер өсімдіктермен қоректенеді. Жыртқыштар басқа жануарларды қорек етеді. Саңырауқұлақтар секілді редуценттер қоректік заттарды топыраққа қайта өңдейді. Белгілі бір экожүйедегі ағзаның рөлі және оның тұтынатын азығы экологиялық қуыс деп аталады. Мәселен, мына ламинария экожүйесінде теңіз алабұғасы мен періште балық әртүрлі экологиялық қуысқа ие. Теңіз алабұғасы ламинариямен қоректенсе, періште балық ай балықтағы паразиттерді азық етеді. Осылайша олар ресурс үшін өзара таласпайды. Орнықты экожүйеде барлығы тұрақты негізде қатар өмір сүреді. Әрбір экологиялық қуыс өз қоршаған ортасы мен өзге ағзалар тобы арқылы толтырылып, бақылауда болады. Бұл жердегі тіршіліктің мінсіз тепе-теңдігін сақтайды.